мен айтайын ба, бүгін біз жұлдыз екеуміз кездесіп тұрмыз. Бұл жай жұлдыз емес, Әнуар ағаның жұлдызы, Жаяу Мұсаның ұрпағы. Екеуміз де бөледен туған бөлелерміз. Қазір біз жиі шай ішеміз, әңгіме айтамыз. Жас кезімізде қызмет істеп жүрген кезде уақыт болмай қалыпты. Жүре беріппіз ғой, әжептәуір үлкен қызметтер атқарып, көп болып. Енді қазір уақытымыз бар, шүкір. Астананың төріндеміз, жиі кездесеміз, қонақ боламыз. Өте сондай кімге дейін тағдырымызға ризамыз. Амин. Ал енді бүгінгі 10 мартта, бұл енді ораза айының міне дайындалып жатырмыз тарауық намазында. Бірақ енді мұсылман болған кейін бізде басымыз қосып, осы дастарханның басында неше түрлі әңгіме, оның ортасында аруақтарымызды еске алып, риза болып жатқан шығар, бір аунап. Иә, айтамыз ғой, аруағымыз бір жебеп жебелдесін деп. Не бүгін молынан осы сол әңгімені айтып, риза болып отырмыз. Ертеңгі 11 наурыз айында, Рамадан айының басталуына құтты болсын, бүкіл мұсылманымыз қуанышына ортақ болайық. шайымызды іше берейік. Да, мен отырайын. Шайнек алып келейін бе? Бүгін ең қызығы, анда қарап етсіқті болады шығар. Бұл? Міне қарап отырайын. Ең қызығы, бүгін қаншама аруақтарды еске түсірдік. Әсіресе Қоянкөз апаның тарих, қандай ғажап тарих. Жаяу Мұсаның бір қызы, солай ғой. Мына қыз бәрін біледі екен. Сол Қоянкөз апаның барлық өмір тарихын естіп жатырмыз. Қандай керемет тарих қой бұның барлығы. Салиха апаны еске түсіріп жатырмыз. Кәсіп апаны еске түсіріп жатырмыз. Анда әжемдерді күні түні есінде ол анда әжем. Сол Салық атам әсіресе, Салық атамның қыздары, Қазиза, Қапиза, аруақтар бір қозғалып жатқан шығар, иә? Салық атамның да еске алдық. 7 жасында осы мешіттегі сол кезде мынау енді дене шынықтыру спорты болды ғой. Сонда ең бірінші 28 жылдары филармония, содан кейін енді 67 жылдары мынау енді спортивный мектеп болды бірінші қалада. Соған мені апарып, сол Салық атаның арқасында кандидат мастера спорта деген художественный гимнастикада. Иә, сол жолын ашып, мені екеуміз қуанып мектепке бармай 1 сентябрьге сол мектепке барып келдік. Солай енді спортсмен болып художественный гимнастики, сол кандидат мастера спорта, мен солай Салық атаны еске аламын. Осылай бардық атайымыз екеуміз. Салық атаның сайлау ұлыменен құрдас болдым. Екеуміз ойнайтымыз, екеуміз велосипедпен қашқанымыз бар, атамызды ұстап алып ұрғаны бар. Енді сайлау тұрады ғой, мен жанында жылап тұрам ғой. Одан кейін кім деген? Қазиза? Жоқ, Қазиза емес, Қапиза. Нет, менің тура подружкам болды. Кімнің? Сайлаудың несі? Сестрасы, апасы. Қазиза болды. Ең үлкені Қапиза ғой. Қапиза. Енді хаттары да бар. Бертінге дейін. Ол қайтыс болып кетті. Қайтыс болып кетті, е. Сол ана апайды көрдім мен. Володарский көшесінде екеуміз келіп, Салғата екеуміз. Сол кезде енді мен 7 жастамын ғой енді. Бірақ көріп қалдым. Білемін. Мен анау Салиха апаның қызы, Салиха апаны Шымкентке іздеп барып, сонда қызыменен мен қыдырып, ой, бізді қалай олар күтіп, кино еді ол, кино түсірген кісі, күшті кино.
анау түркістанның төбесіне шыққанбыз әжем екеуміз. Сонда сол қыздың бір көрсем деп ойлаймын, қазір енді бар ғой. Бірді біреу іздейтін кез емес, өзі тағатса кеш батады, үлгірмейміз. Келгеніңе рахмет, жақсы болды ғой, мына қаншама жақсы әңгімелер айтты. Иә. Рахмет шақырғаныңызға. Сөндірейік. Жарайды. Міне бір тарихты бір бетін ашып бітірдік.